Және осы ширктен кейін біздің заманда Аллах Тағаланың мекені жоқ, Аллах Тағаланың аспанында емес деген осындай бір бұрынғы заманда тарихтың қойнауында, тарихтың айтқанда қоқысында жоғалған ақида еді, қайтадан тірілді бұл ақида. Бұл жалған ақида, Аллах Тағала мекені жоқ, Аллах Тағала аспанда емес, аршыға көтерілмеген деген ақида. Бұл муътазилалардың, жахмилердің ақидасы еді. Біздің заманымызда соны адамдар қайтадан тірілтіп жатыр. Сол үшін оған да қарсы, Құран сүннетпен қарсы тұруымыз керек. Адамдардың санасын, адамдардың ұстанымын, адамдардың осы кезге дейін сеніп келген Аллах Тағала аспанда, жоғарыда, биікте деген сенімін қазір адамдар осындай жалған ақиданы, жалған сенімді алып келіп бұзып жатыр. Ол адамдар бұзғыныш емес, түзеушілердің қатарына кіріп, ал енді Аллах Тағала аспанда деп адамдардың ақидасын түзеушілерді бұзғыншылардың қатарына қосып жатыр қазір. Олар адамдарды бұзады, адастырады деп. Пайғамбар саллаллаху айтқан заман келді, сенімді адамға қиянатшыл деп адамдар қарайтын болады. Қиянатшыл адамға сенімді адам деп қарайтын болады. Бүкіл нәрсе аяқ аспаннан келіп, түсініктер ауысқан уақыт болып тұр. Сенімді болған адамдарға сенімсіздікпен қарап, бұлар адасқандар, бұлар сенімсіз адамдар деп. Ал сенімсіз адамдарға, сенуге тұрмайтын адамдарға сенім артып, соларды тура жолда деп, сондай уақыт болып тұр. Уақытта ахуалын өзесін тура жолда бекен болсын. Аспанда Құдай бар, аспанда Құдай, аспанда емес деп айту, ол атеизм. Құдайды жоққа шығару вообще. Жоқ нәрсенің мекені жоқ. Аллах Тағала ондай кемшіліктен пәк, Аллах Тағаланы пәк деймін деп адамдар осындай күфір ақидаға түсіп жатыр.